Саламатсыздар ма, құрметті Қазақмед клиникасының көрермендері. Пайдалы айдаршамыз өзінің жалғасын табуда. Сіздермен бірге мен Қасен Айдана. Бүгінгі тақырыбымыз тіс ауруын қарапайым емдеу жолдары. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Тіс ауруы ең кең таралған ауру. Онымен емектеген баладан еңкейген қартқа дейін ауырады. Кеңес заманында оған жұрт онша көңіл бөле қоймайтын, өйткені емдеу тегін болатын. Қазір тіс ауруын емдеу қалтаға салмақ түсіретін қымбат емге айналды. Тіс ауруға қарсы адамдар тісін арнайы пастамен тазартып, тісті залалсыздандыратын сағыздарды пайдаланып жатады. Бірақ соған қарамастан, тіс ауруы уақыты келгенде шақырусыз қонақтай сізді әбігерге салатыны бар. Сондай жағдайда не істеу қажет? Мен сіздерге бірнеше әдіс-тәсілдерді айтатын боламын. Бірінші емдеу тәсілі сарымсақ чеснок арқылы емдеу. Тіс ауруына қарсы емде сарымсақ ең нәтижелі емдік құрал ретінде жиі қолданылады. Бұған оның қолжетімділігі де себеп болса керек. Сонымен тісіңіз ауырған жағдайда сарымсақты алып, оның қабығын суы шыққанға дейін аршыңыз. Содан кейін сарымсақты ауырған тісіңізге немесе қызыл етіне қойыңыз. Сарымсақ түсіп кетпес үшін саусақпен басып ұстап тұру немесе мүмкіндік болса таңып байлап тастау қажет. Оны тісіңіздің ауруы басылғанша алмаңыз. Қызығы сол, сарымсақ тістің ауруын әп-сәтте басады екен. Екінші емдеу тәсілі тіс ауруына қарсы сондай-ақ жуаны да пайдалануға болады. Ол үшін аршылған жуаны ауырған тісіңіздің қарама-қарсы жағындағы тіске не қызыл етке қойып, ауру басылғанша ұстап тұрыңыз. Үшінші емдеу тәсілі тісті тұзды су арқылы емдеу. Бір стакан қайнаған суға бір шай қасық тұз салып жақсылап араластырыңыз. Еріген ерітіндіге тісіңізді шайыңыз. Шайғанда ауырған жерге баратындай етіп, асықпай және ұзақ шайғаныңыз жөн. Тұзды су ауруды басып, қанның ағуын тияды. Жалпы тұзды суды тек тіс ауырған кезде ғана қолданбай, күнде кешкілік тамақтан кейін аузыңызды үнемі шайып жүруді әдетке айналдырғаныңыз дұрыс. Төртінші емдеу тәсілі мақта тығынын самырсын майында жібітіп, ауырған тісіңізге немесе қызыл етке 10-15 минут басып, 1,5-2 сағаттан соң тағы бір рет қайталасаңыз, нәтижесін көресіз. Бесінші емдеу тәсілі тіс ауруынан құтылуға бас бармақпен су саусақтың сүйектері кездесетін жерге массаж жасау көмектеседі. Массажды тіс ауру аймағына қарама-қарсы саусақпен жасаймыз. Әрекетті 5-10 минут сайын жасап тұру керек. Осымен пайдалы айдаршамыз аяқталды. Сіздердің игіліктеріңізге жараса біз өте қуаныштымыз. Біздің каналға тіркелуді, лайк басуды және де өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі тақырып қандай болмақ? Ол сіздің пікіріңізге байланысты. Көріскенше сау болыңыздар.